Онлайн ойындар қауіптіліктен сақтану. Бүгінгі таңда онлайн ойындардың танымалдығы артып келеді. Бірақ олардың артында қандай қауіптер бар екенін білесіз бе? Онлайн ойындарға тәуелділік уақытты босқа өткізуге әкелуі мүмкін. Оқуға, жұмысқа және басқа да маңызды істерге уақыт жетпей қалады. Ұзақ уақыт бойы экранға қарау көздің көру қабілетін нашарлатады. Сонымен қатар аз қозғалу артық салмаққа және басқа да денсаулық проблемаларына әкелуі мүмкін. Онлайн ойындар нағыз өмірдегі қарым-қатынастарды алмастыруы мүмкін. Бұл әлеуметтік дағдылардың төмендеуіне және жалғыздық сезіміне әкеледі. Онлайн ойындарда кибербуллинг және алдау сияқты қауіптер бар. Өзіңізді және достарыңызды қорғау үшін сақ болыңыз. Онлайн ойындардың пайдасы да бар, бірақ қауіптілігін де ұмытпаңыз. Өзіңізді және жақындарыңызды қорғау үшін сақ болыңыз. Осы видеоны достарыңызбен бөлісіп, онлайн ойындарды ақылмен ойнауға шақырыңыз.